Мен Бәйшешек тұрғынның председателімін, атым Алмақ Сәденовамын. Бізде жағдай болған шу болып жатқанда, мына біздің Бәйшешекке бір улицаға ғана свет етті. Ол светті еткені қалған көшеге не істемейсіңдер ме айтты. Олар айтады, бізге бірақ көшеге ғана рұқсат берді дейді. Тендерді выигрывать етқан кісінің өзінің иесін таба алмадым. Оны табамын, скоро өтеді. Содан қалған мен бүгін ЖХ-ға барған кезде Расул деген жігіт айтты. Сендерге бір көшеге істеп бергенде рахмет айтыңдар деді. Соны айттым, қалайша рахмет? Сен осыны істеп бергенге бізге рахмет айтып деді. Жарайды, рахмет онда дедім. Қалған көшеге істеп беріңіз десе, қалған көшеге істеймін деді. Бірақ біз бәрін істеп береміз. Бірақ трансформаторға қосамыз деді. Ана тоқты. Сіздер төлейсіздер деді. Сонда бір көше төлемейді екен, қалған көше төлеу керек па? Істесе бәріне бірақ істесін, істемесе бәрін істемесін. Содан кейін айтадым, сұрасақ, бұл қалай болды жоқтай. Пятницадан кешке мен жұмыстан келдім, сағат 6 ма 7 мөлшерде маған сообщение, бір группаға сообщение келді. Осылай ертең екінші улицаға прожектор қойғалы жатыр. Сонымен ана жіберген жігітке звондадым. Қайда прожектор? Кім саған қойғалы жатыр? Ол менің таныстым, тендер выигрывать еткім маған істеп береді деді. Ол по идее, ол ақша акимат бізге выделять еткен садоводствоға ақшасы. Оны алды да, мына көше алды да салып алды өзіне. Оны маған айту керек қой. Мына жерде председатель любой баладан сұра, карттан сұра, даже иттен сұрасаң да мен айтады, алма қайда тұратын председатель. Айтса, мен қалаққа жинап, халықтың көзінше решать етушім. Қанша ақша выделять етті бізге, қанша үйге столы қою керек, соның бәрін біліп берсеңіздер. Бұл енді өтірік қой. Қалған дачалардың бәрінде полностью освещение. Сонда бізге бір көше болу керек па? Соны мен ұқпадым. Если выделять етеді, полностью выделять етпесе, мынандай показуха бізге керек жоқ. ЖКХ-ға бардыңыз, е? Бүгін ЖКХ-ға бардым. Расул деген жігітке бардым, жанында Алмат деген жігіт бар. Айтқанда сол Расул деген жігіттің айтқан сөзі. Бізде басқа жоқ. Осы ғана сіздерге қанағат етеді. Енді қалғанын істейік дегенде ответ анандай болды. Жарайды, біз қойып береміз, бірақ трансформаторыңызға қосамыз, ақшасын сіздер төлейсіздер деді. Бұл қалай? Жартысы акимат, жартысы значит халық төлей ме? Соны ұқпадым мен. Көшенің жарығын оны халық төлемеу керек қой. Халық төлемеу керек, оны акимат төлеу керек. Төлесе екен бәрін істеп берсін. Ана жақтың бәрі жарығы жанып тұр ғой. Міне, Звездныйдың бәрінде, каждый улицада бәр жерде свет. Бізде неме? Мына көше сонда идеальный көше қалған адам емес пе біздің халықта тұрғандары? Ал ана күні ана жолы мына немеде Ахмердің мектебінде жиналыс болды, әкім келді. Ол кезде заявление жазған. Сол кезде мына осы председатель бар. Осы бәріміз тұрған кезде мына ЖХ-ның бастығын біз алып келгенбіз осында абзалда. Сол айтты, сентябрьдің 1-іне дейін мен сендерге обещать етем, балаларға жол салып береміз деді. Ана автобус кіргіземіз деді. Онысын бәрі жоқ, жазып звондасаң не телефондарын алмайды. Не ответ жоқ, не привет жоқ, білмейміз. Бүгін ЖХ-ға барып тексерсем, менің заявлением жатыр. Басқа ешкімнің заявлениесі жоқ. Осы жарық үшін, е? Иә, ана Расул деген жігіт, ой, халықтан келген заявление. Халықтың заявлениесін көрсетегенде компьютерде халықтың заявлениесі жоқ. Тек қана менің заявлением бар жерде. Жобаны сметаны істеп көрсеткен жоқ. Ештеңке көрсеткен жоқ, ештеңкесін көрсеткен. Кім істегенін, аренда наемниктердің кім екенін білмейміз. Подрядчиктер, иә. Бізге предупреждать еткен жоқ, мына жерге прожектор қоямыз деп. Сонда қалған халық емес, мына көше халық. Ал енді айтады дейді, баяғы шуылдасаңдар мынаны бір-ақ күнде жинап алып кетеміз деп айтады. Әкетемесін. Ол не деген? Ол не деген? Міне, айтқан сөздері ана жігіттердің. Таныстарына свет бар да, қалған қарайған халыққа свет жоқ қой сонда. Оқпадық мынаны вообще. Осында бала деген өте көп оқушы балалар. Биыл міне даже ана трансформатор жаңадан қойдық. Соның қалған ақшасына прожектор каждый улицаға екі сағат қойып қойдық прожектор. Түші балалар құлақ қалмасын деп. Оны өзіңіз көрсеңіз көресіз, ана ортада біреу тұрады, біреу басында, біреу аяғында, ортасында свет жоқ. Ит деген көп. Осы проблеманы решать етіп берсеңіздер. Бар десеңіз барайық акиматқа омарға дейін барайық. Сағат 3-те батады екен. Иә, сағат 3-те басады. Көшеде жарық болған дұрыс па негізі? Иә, көбінесе балалар оқитын көшелерде жарық жоқ, иә? Кішкене бала келе тұр сабақтан. Жармай, өзі центральный көшелерге бала-шаға жүретін жерге тартып берсе болды, бізге айғай шу керек жоқ. Өліп жармай бір көшеге ғана емес. Бәр көшеге. Бәр көшемізге жарық орнат берсе болды. 70 бала, 80 бала оқиды бізде қазір. Былтыр болды ғой, ит талаған балалар не жерде? Иә, мына бала. Ит талаған балалар. Бір нәрсе айта кетейінші міне. Әділ мырза, осы жердің тұрғынымын тоже. Есім Алмат болады. Осы шудың даудың бәрін негізі мен бастағам, группада жазамыз, айтамыз, осы жердің группаның немесі бар бізде. Группа бар ғой, Бәйшешек деген. Мына жақ түсірсеңіз, міне, мына жақ таудың етектері бәрі, міне, ар жағынан жотадан кейін көшеге өтеді.
Аха. Міне жаз басталса осы жерде осы міне Ахмердің в общем қояншықтар жиналады, былай сөзбен айтқанда мәшіндер тұрады. Кішкентай біздің балаларымыз өтеді міне. Менде де өзім 2 балам бар. Пока садикқа барады, кейін енді оқушы болады ғой енді. Сол мәшіндерден мен мысалы лично өзім қорқам. Ішінде кім отыр, не істеп отыр, қызбен отыр ма, демалып отыр ма, арақ ішіп отыр ма, солардан қауіптенеді. Міне тау, мұнда да жиналады қаншама адамдар. Осы светті егер дұрыстап міне мына столптан бастап жан жаққа егер дұрыстап ыдыратып істегенде сол оған риза болар ек. Просто мына ЖКХ-ның адамдары кеше ана біз группада айтылып отыр, спутникпен атасапты деп. Ешқандай да спутникпен атылмаған бұл дүние. ЖКХ-ның адамы келген осы жерге. Мына ақырғы көшеге дейін барған, сол осы жақтың тұрғындарымен кезіккен, бірақ аты жөндерін ешқайсысын білмейді. Арасында осы біздің өзіміздің арамызда жау бар. Сол адам алғанда міне основной көше осы жерде, бала осы жақта жүреді. Баяғы осы жерге свет тартыңыздар деп осы көшеге ғана тарта салған. Мына жиналған халықпен, мына кісімен ешкіммен ақылдаспаған, бір ауыз сөз ешқандай нәрсе айтылмаған. Сол себептен мен өзім позициям сол бойынша мен шулаттым, соны арғын көйін айтып тұрмын. Әділдік қайда? Осыны егер Жақсылық Омар мырза, егер осыны көріп, естіп отырсаңыз, тосқауыл қою керек. Ол дұрыс емес. Жаңа Қазақстан дейміз мысалы бізде. Ешқандай жаңа Қазақстан жоқ. Тәубе міне свет тартып бердім міне семьядан бастап. Бұл бір қуаныш. Просто міне именно осы жерге жиналғанымыз, осы жерден жан жаққа ыдыратып, жан жаққа істеп берсін міне. Каждый көше, мына жақта да көше. Бәрі көшеде сол балалар бар. мақсатта мен шулау жүрмін кешеден бері группада. Әлі күнге шулаймын. Барамыз баратын жерге. Анан танысы, мынан танысы деген мына жерде келмейді олай. Менің танысым бәрінде де таныс бар мысалы. Олай келмейді. Ана жерде ана ЖКХ-да отырған адамдарда кішкене шикіліктер бар деп ойлаймын. Бағана мен мына кісімен бардым. Ана жерде жап-жас жігіт екен. Кішкене қорқақтап бір нәрсе айта алмай отыр. Бізді кішкене успокаивать етіп қояды бүйтіп сабырға шақырып. Әйтеуір сендер тәубе қылсаңыздар дейді. Келесі жылға заявление жазыңдар. Осы светті тартып сол баяғы заявлениемен келесі жылы сіздерге қосып істеп береміз. Сол айтарым. Істеді екен, бастадым екен, до конца істеп берсін бізге. Сол ғана. Мынаған өзі 2-ақ күн айланған. Мына қойған ғой, осы қойған ғой. 2-ақ күн айланды. Субботадан келді. Демалды. Субботадан келді. Воскресенье демалды, міне бүгін бітіре салды. Кезек сөйлеңіздер. Енді қалған көшелерге 2 күннен есептесең, 2 күннен емес негізі. Bir күн. 4-5. Bir аптаның ішінде аяқтай салып қойған нәрсе бұл жерде. Енді бұл жерде, мысалы қыста біз мен жерде тұрамыз, бәріміз міне бүкіл тұрған халық. Ол кісілер міне жерде қар түседі, өз қалталарынан күретеді жолды. Өз қалталарынан. Ахмер. Ахмер. Мен жерде Мерік Қатаға деген кісі бар. Ол кісі өзі біреудің тракторын теуіп жүрді, өзінікі де емес. Ол кісі де сол қазайынан қашып пысып, біздің берген тиынымызға сәлеркісін құйып, үркіп қашып жүріп күрейді жолдың бәрін. Жоқ болса жоқ, мен жерде машинаң бар ма, жоқ па, скорый керек па, жоқ па, ешкім шаруасы жоқ. Скорый батып қалып шықпай қалғандар бар. Батып шулап істеп жүреміз мен жерде. Соның бәрін енді үстіп светін тартқаннан кейін бәрін кішкене неге алса деп ойлаймын мен. Картаға бәрін салып, бәрмен ақылдасып халықпен не жерде. Қаланың ішінде отырып, мысалы үшін мына жағымызда міне военчас, арзамызда Нұрлы көштен 28-ші міне микрорайон жатыр. Оның бәрі қазір қалаға кіріп тұрғы. Енді біз соң қаланың ішінде отырып, қаладан бөлініп қалған қалай мен соны миыма жетпейтін сол да. Әділ мырза, мен бағана таңғалғаным ЖКХ-ға барған кезде міне ана жақ тұрсыңыз әне. Сөзіңіз деген дача мына оң жағында. Сонда получается халық қайта шулай беру керек пе, соны мен түсінбедім. Жыламаған балаға емшек жоқ деген секілді әңгіме айтып отыр бәрімізге. Сонда получается біз мына халық постоянно шығып айғалай беруіміз керек. Содан біз жаманатты боламыз ғой просто. Но звездный адамдар кісі көп екен ол жақта. Просто қайта шығып айта берген міне 3-ші жыл болды дейді. Әйтеуір полностью дачаларына свет тартып берді. Енді бізде де мысалы жас семьялар в основном бала шаға көп. Школьный балалар 70-80-дей бар. Өз каждый үйде 3-4-тен бар, өтіреміз шыға ғой. Бар. Еще садикка бірек балалар бар. 2 баладан бар. Біреу садикка, біреу садикка балатын бар. Содан кейін инвалид адамдар да бар. Үлкен ауырып жүретін инвалидесі. Өте кәрі кісілер де өте көп.